2023 жылдың қаңтар айынан бастап әйелдердің зейнет жасы 61 жас болып бекітілген еді. Қабылданған заңға сәйкес 2028 жылдың 1 қаңтарынан бастап әйелдердің жасы 61 жас 6 ай, 2029 жылы 62 жас, 2030 жылдан 62 жас және 6 ай, және 2031 жылдан бастап 63 жасты құрайтын болады. 2028 жылға дейін тек белгіленген жас көзделген, бірақ одан кейін жарты жылдан қосылып, еңбек жасы ұлғаятын болады, деді Қазақстан Республикасының әділет вице-министрі Алма Мұқанова.